Саламатсыздарбы балдар, қазақ тілі пәні 92-ші сабақ. 36-ші атуға қараймыз. Ребусты шеш, ол кісі туралы не білетініңді айт дейді. Ребусты шешейік балар. Дұрыс айтасыңдар. Ребустың шешуі Төле би. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. 37-ші мәтін, 37-ші атауы мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазыбек бимен, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасына кең тараған. Көшебек Енұлы. Төле бидің кім екенін айт. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Төле би хан болды ма? Мәтіннен тірек сөздерді тауып жаз дейді. Тірек сөздер: Төле би шешен, қоғам қайраткері, ұлы жүз, сауатты, оқыған, 15-20 жас, елге танылған, әз тәуке, кеңесші, нақыл, мәтел сөздері. Мәтіндегі тірек сөздерді таптық. Батаны жатқа жаз. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Төле би. Батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта дейді. Санасы деген сөз ақылдысы деген мағынада айтылып тұр. Данасы деген сөз тәрбиесі мол, рухани әлемі бай, парасатты деген мағынада айтылып тұр. Қолдың деген сөз көп әскердің немесе көп адамның деген мағынада айтылып тұр екен. Балар, алдымен батаны жаттаймыз, жақсылап. Сосын кітапты жауып қойып, батаны дәптерді ашып жатқа жазамыз. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп байқаусыз ұмытпаңдар.